Бірінші мені бастады да басқа көйлекке ауысып кетті ол мынауда. Мен сарымын ғой, енді күзге сәл тура келем. Бітті ғой бүгін, жара бітті ғой. Енді бұдан кейін осындай тіліксі емессің. Бітті ғой мынау әйтеуір. Ал біздің күзгі балға арналған көйлегімізді 1-ден 10-ға дейін бағалап кетіңіздер. Осындай күшті болып шықты деп жатыр барлығы. Ал мынау біздің қолөнеріміз. Осыны шынымен бітем дегенше маған 2 апта уақыт кетті. Полный барлығын жабыстырып бітем дегенше. Бүгін наконец-то қызымның күзгі балы. Осылай садигінен апайынан осындай күшті видео келді. Қараңыздаршы. Күшті болып өзіне жарасып тұр. Көйлекті барлығы маған сатшы деп сұрап жатыр ғой. Үйге келе салып сразу үйлердің барлығын тазаладым. Осындай ручной пылесосым бар, білесіздер. Шаңды прям күшті сорады. Мен болмасам үйің мусорға толып кетеді ғой сенің. Сен болмасаң болмайды ғой дедім де кірді бастадым. Осыған не азап деймін, автомат алмай. Қойшы, полуавтомат кірді, таза ашады ғой. Маған полуавтомат ұнайды деп осы полуавтоматыма күштілеп тұрып жуып алдым. Тез жуып алып, шайып, оларды тез іліп тастадым да кешкі тамаққа кірісейін деп ет салып қойдым мына жақта. Кешкі тамаққа бізде 5 бармақ болады. Одан үйге Петропавлдан қайным келіп, осындай күшті торт алып келген ғой бізге. Ал бүгін Аянаттың күзгі балына қатысқанын жуайық деп осы тортпен бірге шай ішейін деп жатырмыз.